Мұса Жәлиннің ана Мағабет тербесінде yazған шиғырынан ана қана бала көз яшы. Көмірленген үйнің тұпсасында ята аунап ана гәудесі, 6 айлық бала йылый-йылый қапшияның сұлған көкіреген тұқтап қарап тұра, ятып сұра өксіп уаннан көзлерін. Талаш көзі қаша күн батышқа, үстірелі ватық кимесі қуа анарттан едіре болып, ана қаны бала көз яшы. Көрші қызы Сәрвер баздайды, іштеп шықты бала тауышын, басқан жерде тұра таш болып қалды, өлген келіш көріп танышын. Ол баланы құлларын алды, яшын сүртті, өпті, юатты, алып қайтып жылы сүт ішіртті, тізлерінде аны ойнатты. Сәрбер әлі варыбын жедіде, тұрмыш аңа яңа башлана, ол қуана ана дәртті білен, ана бәқті білен шатлана. Сіз көрерсіз ол баланы шунды етіп, қарар үстірер, әр күн еш ананың тәрәзеден дәртлі бешек жыры ештілер. Әр күн ертен ішке барған сайын, тұры келе аның жырын тыңлап қызарға. Рәхмет сеңа туған илім, шунды керек, берген үшін біздің қызларға.